Осы жерде мен тағы бір қызды таныстырып өткім келеді. Бұл Гүлдана. Өзі сондай сентиментальный. Енді оған бір себебі бар ғой енді. Бірақ өткенде Астанаға бардым. Осы неге Түркияға ұшатын кезде Астанаға бардым. Сосын бұл айтты, мен Түркияға дайындалуым керекпін. Сізбен кездесе алмаймын. Сізбен қай жерден қазір жолығып кетсем болады деді. Сосын давай бір жерге отырып кофе ішейік дедік. Сөйтіп екеуміз жаңағы бір кафеға бардық. Сол кезде келіп, мен жылап алдым ғой дейді. Бағана жылап алдым дейді. Сөйтсем, не үшін жылап алдың десем, айтады да, 2000 теңгенің кофесін ішіп отырып жыладым дейді да. Гүлдана. Шай заказываем, газ келеді. Әкеліп береді өзі. Жалпы бизнесқа келгенде мен енді бұл жерде шынымды айтсам ешқандай өнімге келген жоқпын. Тек бұл жерде Ардаханның өзін бала емізіп отырып, кішкентай 2 айлық бала, 1,5 жасар баламен, 2 баламен жаңағы Роза ханым сияқты декретте отырған кезім ақшаға мұқтаж болып, осы парақшаны Ардаханның парақшасына тап болып, яғни қара дөңгелектер, қаншама қыз-келіншектердің айлық алып отырғанын көріп, өзім де армандап қызығып осы бизнесқа келдім. Яғни маған бұл жерде ұнағаны ешқандай ақша салмайсың, тегін кіресің деген ұнады. Яғни ол кезде енді 2 баламен отырған анада мен ойлаймын, жаңағындай көп артық ақша жоқ, балаға түсетін ақшаның барлығы памперсқа кетеді, баланың тамағына пособиясы түсетін. Соған кетеді де, менде артық ешқандай ақша болған жоқ, тұратын үйіміз жоқ, жолдасым квартираның ақшасын табады жұмыс деп. Сондай жүрген жағдайда мен енді бұл жерде ең ұнағаны сол ақша табасың, тегін тіркелесің. Сосын ойладым енді отырамын ба, менде бір кішкене жұмыс істейін деп, оның алдында енді өзім кішкене бір қиын жағдайдан басымнан бір қиын жағдай өткен болатын. Үлкен ұлымнан айырылып қалдым, үлкен жаман аурумен ауырып, өзіміз басқа қаладан Астана қаласына сол баланы емдеуге келіп, одан кейін ол бала кетіп қалған соң үлкен бір қорқынышпен осы Астана қаласында қалайын, осы жақта өмір сүрейін, бұл жақта кішкене жақсы өмір, балаларым мүмкін дені сау бала болып туылады деген сияқты. Сондай мақсатта Астана қаласына көшіп келгенмін. Енді ол кездегі жағдайымды айтсам, енді квартира, Астана қаласында өздеріңіз білесіздер, өте қымбат квартира. Енді бір комнаталы квартираның өзі қымбат болғандықтан мен арнайы өзіме ыңғайлы общежитиедан болсын, комната болсын, басқа да отбасылармен бірігіп тұратын жағдайды іздейтінмін. Өйткені әрине 100 000 теңгеге, 80 000, 90 000 теңгеге ол тек қана үйінде бірақ адам жұмыс істейтін, тем более таксовкамен жұмыс істейтін, стройкада жұмыс істейтін адаммен енді ондай мүмкіндік жоқ. Жолдасың, иә? Иә, жолдасым. Ондай мүмкін жоқ, өйткені енді ондайдан да айтатын да шығар, енді бүкіл тапқан ақшаң барын онда салсаң, енді күнкөріске, тамаққа да ақша жетпей қалады. Сөйтіп, осы бизнесқа келіп, ақша табайым деп ниеттеніп, ең басты 20 000 теңгені армандап келдім. 20 000 теңге үшін келген қыз. 20 000 теңгені армандап келдім. Яғни өзім жалпы осында келген кезде енді айтып отырмын ғой, тұрғанда қазір ұяттығы жоқ, енді айту керек деп ойлаймын, әр адамға мотивация болсын. Сонда жалдап тұрған квартираның өзіне біз OLX-та мебель алып қойып қоятынбыз, өйткені ол пустой квартира қайткенмен арзан. Біріншіден пустой квартира арзан, иә. Екіншіден оны бүйтіп әдемілеп, оған жатар орын керек, плита керек. 3 000, 5 000 обычный плитасы, кухонный гарнитур түгі жоқ, құр бір диван, жаңағы телевизордың өзі, компьютердің экраны деген сияқты сондайда өмір сүріп жаттық, енді оны жасыратын несі жоқ. Қазір басын көпшілігі солай өмір сүріп жатыр. Көпшілігі қазір шынында да сондай өмірде сүріп жатқандықтан. Сөйтіп, 2 айлық баламен мен де көбінесе көп ешкім сене қойған жоқ, бұл бетіп көтеріледі, жаңағы бизнесте ақша табады деп. Ардақ ханымды көрдім, сұрадым, тіркелдім. Ардақ ханыммен ешқандай историямды естіген жоқ, ол кезде білмейді, тек қана маған айтты, қай қаладасыз, осы ссылка бойынша тіркеліңіз деді. Сосын мен сол ссылка бойынша тіркелдім де, ары қарай чатқа қосасыз ба дедім. Бұл кісі 2 күннен кейін қосты, әлі күнге шейін немде бар. Мен қайта-қайта жаза беруге ыңғайсызданып, 2-ші күні айттым, чатқа қосыңызшы, мен тыңдайын деп едім деп. Сосын новичоктардың чаты бар бізде, тегін тіркелгеннен кейін сол жерде үйретеді. Сонда қосты, одан қарап отырсам, 200 PV жасасаң, 20 000 теңге ақша, 13 000 теңге сыйлық аласың дейді.
вот сол 200 PV-дағы 20 000 теңге маған бір үлкен ақшадай болып көрінді. Енді әрбір әйел адам өзі армандайды ғой, артық ақшасы болса бірдеңке алсын деп, хотя бы магазинге барғанда ұялмай үйге тамақ айт десе де өзіне бір қуаныш сыйлайды ғой шынында да. Сөйтіп қой енді тіркелейік, жаңағы сол 200 PV жасайын деп қандай қадам бар екен барлығын қарағанда өнімдер бар, осы өнімдерді өткізуге болады деген сияқты видео түрінде көрдім де, сразу бүкіл списогымдағы адамдарға хабарластым. Әрине кішкене отказ болды, көп ешкім сенген жоқ, барлығы күлді. Өйткені ол кездегі бүкіл мен таныстарым менің қандай условияда тұрып жатқанын білгендіктен маған сене қоймады енді. Тем более мен ақша тапқан жоқпын ол кезде. Сөйтіп қысқаша айта кетсем, енді 2 баланы ұстап жүріп, коляскамен, жаңағы пересадкамен, 2-3 пересадкамен Астананың әр жақ шетіндегі офисқа барып, балаларымды өзім ұстап отырып, басқа да танымайтын, жаңа больницада жатқандағы адамдар шақырып, олар жаңа басқа адамдар әкеліп, солардың барлығына түсіндіргенді. Мүмкін жағдайыма қарап та ойлаған шығар, мүмкін көмектесейік, жаңағы баласына қарап отырады деген сияқты. Сөйтіп келген адам балам ұстап тұрады, жаңағы түсінушілікке қарап, мен олардың адамдарына түсіндіріп берем. Сөйтіп 1 жылдың ішінде миллион айлық компанияның $40 000 машинасы Астана қаласынан уже өзімнің пәтерімді алып, үлкен жаңағы результат болды. Мен үшін үлкен результат болды. Өйткені мен уже ақшам өсе бөлген соң вообще қорықтым. Келе сала 20 000 таптым, одан кейін 50 000, одан кейін 100 000, одан кейін 200 000. Енді менде ең бастысы аудиторияда айтады ғой, біреудің өмірін бақылағанды ұнатады ғой. Енді менің жаңағы қайтыс болып кеткен балапаным Инстаграмға шығып кеткен. Оны өзіміз қалаған жоқпыз. Аққан аурумен ауырғандықтан, енді тәтті балапан болғандықтан өз туыстар арасында жүрген видео аяқ астынан Инстаграмға шығып кетіп, бүкіл ютубта жүрді, инстаграм парақшаларында жүргендіктен елдер мына бала қайтыс болып кеткен мамасы осы деп мені белгілеп кетеді екен. Содан енді адамдар тіркеледі де мені көреді ғой, бұның өмірі қалай болып жатыр, қандай енді, не деген, қайдан қайтыс болды деген сияқты. Енді мен сияқты үйде отырған аналар шығар, енді қызықтайды ғой, енді қарайды да, енді не болып жатыр, неден қайтыс болды, қалай ауырды дегенде. Содан келген адамдар болды, яғни өзіме осы бизнесті шынымен тауып жатсыз ба, бұл қандай бизнес деп. Сөйтіп, уже квалификация өскен сайын Астана қаласында уже үлкен жиналыстарды атым шыға бастады. Жаңағы мысал ретінде көп айтыла бастады. Ардаханның өзі осы самғау структурасына менің атымды жайып жіберген кезде шынында да енді өйткені өте әсерлі болды. Мен просто қатты ары қарай барғым келіп отырған. Әсерліден бұрын сен айтатын менің себебім, көп адамдар келеді ғой, ақшам жоқ бизнес бастауға. Мысалы, басында баспанасы бола тұра, күйеуі жұмыс жасап жатқан әйелдер бар, бірақ жұмыс жасайын десем ақшам жоқ дейді. Сол кезде мен айтамын да, ақшам жоқ деп айтқан адамның просто артында еріншектігі жатыр ғой. Өйткені міне сіздерге дәлел, басында баспанасы жоқ, күйеуі стройкада біресе таксовать етіп жүріп, табыс тауып жүрген, міне 20 000 теңге үшін келген келіншектің бүгінгі күні Гүлдана айлығын қанша? 1,5 миллион айлық алады. Астында $40 000 Мерседесі. Астанадан екінші үйін алды. Астанадан міне осы бір апта болды ма, қанша болды? 2-3 апта ғана болды. 2-3 апта бұрын міне. Бұл кісі мысалы қараңыздаршы, бір өзі Түркияда отыр. Бұл Гүлдана мысалы бір квартирада 3-4 семьямен тұрған екен. Яғни 100 000 теңге ғой, бір отбасыға, сол үшін 3-4 семья қосыламыз дейді, ақшасын төлеп тұрған. И бұның арманы жаңағы однокомнатный квартираны өзім жалғыз семьяммен жалдап тұрсам деген сондай арманы болғанда, енді қараңыздар, қазір өзі жеке 2 бөлмелі баспананы Астананың қақ төрінен алып жатыр да. Жылап отырғаным менің қалай, енді сондай не келді, мен ақшаға не болдым да, енді қадірін түсіне бастайсың ғой ақшаның. Сондай жағдайдан өткен соң әрбір адам, мен бет албаты шашқым келмейді, ақша тапқан соң әрбір тапқан ақшаң өзіңе ыстық. Мен сол басты мақсатым жаңа материалдық жағдайды түзеу, жаңа өзіммен салып емес, киім киіп, жаңағы нету емес, менде сол ең басты жаңа өзімде болған проблемалардың бәрін реттеу болды да. Сондай жағынан сол кезде енді алдында енді кофе ішіп отырмыз, просто ПЦР-ға тест тапсырдық та. Кофеға кірдік те, енді алып жүрді. Осындай кофелер Астанада қымбат тұрады ғой. Мен баламен бірге терезенің алдында қарап тұрмын, жолдасым далада тұр да, баратын жер жоқ.
біреудің офисына да барып ұйықтады, оны намыстанбайсың, просто сосын общагаға барып қонады, жаңа тегін общагалар бар ғой стройкадағы. Сонда мен ойлайсың ғой, жақсы өмірді еткім келеді, сонда ойлайсың ғой, аналармен жүрсе ол енді ары қарай ішіп кетуі мүмкін, қиналып кетуі мүмкін. Өйткені мен больницада жатқанда талай тағдыр көрдім, талай ажырасып кеткен отбасыларды көрдім, қиыншылықты көтере алмағандарды көрдім. Талай сондан көргенде енді одан сайын өзі страхпен жүрген адам, одан сайын давить етеді де, соның бәрін ойлайсың. Менің ойым балада емес, уже екі жақта болды да. Сөйтіп жүріп жаңағы офиста да онда жасырын емес, ақшаны экономдаймын деп гостиницада қонған жоқ, жаңағы тегін общагаларда да қонды, иә. Одан кішкене жұмысы ақырындап жүргенде енді уже комната снимать ете бастады өзі, бірақ мен бір жыл ровно больницада жаттым баламен бірге. Сонда мен жылап қарап тұрамын да, қазір соның барлығы ойыма келеді, бүгінден жасырын емес, таңертең шүкіршілік Аллаға деген. Өйткені мен әлі сол қалпымдамын, мен жаңағы 1,5 миллион алмақ айлық алып, жаңа жағдайым өсіп жатқаны болса да, просто бұл шүкіршілік. Аллаға шүкіршілік, рахмет деп жаңағы, мысалы осы командаға келдік, мына жерде адамдар осыншама Қазақстан түкпіріндегі талай тағдыр, бір-бірімізді ешкімдікі оңай емес бұл жерде отырған. Шынында ешкім миллионер болып келіп отырған жоқ. Бәріміз бір-бірімізді түсініп, жаңағы кішкентай арзан магазиннен бастап, шынында да бәріміздің басымыздан сол өтті. Сол жақта киіндік, жаңағы соның барлығы бір-бірімізге ұқсас болғандықтан мен ойлаймын, любой қазақтың қыз-келіншегі осы бизнесқа келсе ойланбай, міндетті түрде результатқа жетеді. Өйткені қаншама практика жүзінде не бар. Және де біз өзіміз еш нәрсені жасырмай айтып отырмыз да, мысалы, оның барлығы кейбір адамға себепші болады да, орын алады. Өйткені мен де Ардаханның Турцияда жүргенін көріп, сонда 2017 жылы май айында баламды емізіп жатып, мен де осы жерге келгім келеді деймін, бірақ ойымда түк жоқ енді, қайдағы анандай неде жатқан. Мүмкін емес деп ойлайсың ғой. Енді Ардаханның қасында жүрген деп, ол кезде ол кісі бізге, вау, бір күшті не болып көрінді ғой, шынында да, миллионер, машинасы бар, а біз қарапайым бізді несін етті деп ойламайсың ғой, сондай кезде мысалы. Ал қазір қарасаңыздар, енді 3 жылдың ішінде осы компанияның арқасында, мысалы, осы наставниктарымыздың үйретуімен, бағдар беруімен, соның арқасында Новосибирскіде барып келдік, 2 рет Турцияға да, Сочи, Москва, Турцияға мен 2-ші рет келіп тұрмыз, самолетпен қазір Аллаға шүкір барам деген жеріңе бара саласың. Алдында да енді балаларға қарауға ата-енем шақырғанда да мысалы қиналмай билет ала саласың, уже не емес, такси, пойыз емес, самолет қалып бересің. Оның бәрі қуаныш қой адамға. Өзің ғана қуанбай, туған туысқандарыңды қуанып аласың. Ал қазір біздің осы жерде жүргенімізге мен ойлаймын, әрқайсыңыздың туыстарыңыз қуанып жүр. Қуанып іштей, уже қаншама сообщение келген шығар. Деватыр ғой. Күштісіңдер ғой деймін. Деватыр ғой. Сондықтан тіркеліңіздер. Рахмет, Гүлдана. Еселене алушылардың емес, берушілердің қатарынан болғай деп. Әр түрлі тағдыр, әр қайсы